де әжеме көмектесіп, және де сіңілдерімді қараймын. Мен мектепте сабақ оқып, өз білімімді дамытамын, және де мен оқушылар сарайында драмаға қатысамын. Мен достарыммен ойнап, бірге көңіл көтереміз. Мен үйде үй жинастырғанда мен үйде мамама көмектесемін. Мен үйде інілерімді бап, анам жоқта үйді жинастырып, бауырларыма қараймын. Бос уақытымда әртүрлі қосымшаларға барамын, мысалы, солфеджио, вокал. Мен зорлық-зомбылықты былай түсінемін. Зорлық-зомбылық деген мен үшін мектептегі және көшедегі әлімжеттік деп түсінемін. Үлкен баланың кішкентай адамға көрсеткен қорлығы деп түсінемін.